Оқушылар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын сыныпта жағымды ахуал тудыру мақсатында әдеттегідей гүл сыйлаймын әдісі арқылы бір-бірімізге жылы лебізімізді, ыстық тілегімізді білдірсек. Арайлым, бүгінгі күнің жақсы өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Мен Саламатова Нағима Алексей қызы, Жаңаөзен қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 19-шы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Еңбек өтілім 6 жыл, білімім жоғары. Өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беру жолындағы жеткен жетістіктерім мен жеке шығармашылық нәтижелерім үшін педагог сарапшы санатында алдым. Қазіргі таңда 6-шы Ә сыныбының сынып жетекшісімін. Қазақ баласының бойында Абай атамыз айтқандай, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректің болуы өмір сүрудің басты заңдылығы болса, осы үш қасиетті шәкірттің бойына дарыту ұстаздың міндеті деп білемін. Сынып жетекші ретінде осы қағиданы берік ұстана отырып, ыстық қайрат, спортқа баулу, нұрлы ақыл, білім нәрімен сусындату, жылы жүрек, адами эстетикалық тәрбие беру деп түсінемін. Мінекей оқушылар, сіздермен біз бірлікте үлкен киіз үйді құрдық. Осы киіз үй сияқты сыныбымыздың қабырғалары мықты, шаңырағы биік болсын дегім келеді. Мақсатым технологияның дамыған кезеңінде шәкірттерімнің осы заманға сай білім алып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосса деймін. Оқушы бойындағы өзін-өзі тәрбиелеу және дамытуға саналы көзқарастарды қалыптастыру үшін тәрбиелік шараларды жүйелі өткізу уақыт өте келе өз нәтижесін береді. Сыныпта отырған оқушыларыма 5-ші сыныптан бастап жетекшілік еткен кезімде бірін-бірі көре алмау, қызғаныш, бұйырып сөйлеу, кемсіту секілді келеңсіз әрекеттер көптеп кездесті. Балалар бойындағы талантын, дарынын ашу үшін мадақтап, жігерлендіріп, жақсы оқуға толық мүмкіндігі бар екендігіне көздерін жеткіздім. Бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, достасуға, қайырымдылыққа үйретіп, өз тәртіптерін бағалай білуге шақырдым. Сынып оқушылары бір үйдің баласындай тату болу керектігін саналарына құйдым. Нәтижесінде сыныпта бірі бәрі үшін, бәрі бірі үшін принципі қалыптасты. Кезекті ашық сабақтарымды өз сыныбыма өткізу дәстүрге айналды. Атап айтсам, қалалық полиглот танымдық байқауында Казикулов Арман 3-ші дәрежелі дипломмен, біз Махамбет ұрпағымыз атты 5-6 сыныптар арасында өткен мәнерлеп оқу байқауында Амангелді қызы Мадина 2-ші орынмен марапатталды. Тұңғыш президент күніне орай қалалық ашық турнирде суға жүзуден Абубакир Бағдаулет 1-ші орынмен, жастар жылына орай көркем гимнастикадан қалалық ашық турнирде Аманқос Данагүл мен Амангелді қызы Мадина 1-ші орынды иемденді. Грек-рим күресінен облыстық ашық турнирде Мұрат Алдияр 3-ші орынға ие болып, республикаға жолдама алды. Биылғы жыл сыныбым үшін жетістіктер мен жеңістерге толы жыл болды. Себебі білімді де білікті шәкірттерім қалалық, облыстық байқаулар мен олимпиадаларға, спорттық сайыстарға қатысып, мектептің абыройын асқақтатты.